Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 9-шы сыныптар үшін 4-ші тоқсанға арналған номер 1-ші органикалық химия кіріспе бөлім бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Бұл 9-ші сыныптар үшін 1-ші нұсқа. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Бізде функционалдық кесте толтыру берілген. Функционалдық топ атауы, органикалық қосылыстың класы, жалпы формуласы және мысал ретінде жазу керек. Бірінші спирттер функционалдық тобы оның OH, топ атауы гидроксил, жалпы формуласы ROH және мысалы этилспирт C2H5OH, бұл бізде этанол. Гал, бұл бізде галогендер үшін. Гал, йод, хлор, бром, тағы басқа галогендер жатады. Галоген, органикалық қосылыстары класы, галоген, алкандар. Так, бір мысал келтірді. CH3 йод, метан. Атауы альдегид. Альдегидтер бізде CHO. Альдегид бұлардың органикалық қосылыстар класы. Альдегидтер. Мына жерде альдегид, бұл жерде карбонил тобы бар. Топ атауы карбонил. Жалпы формуласы CHO CH3 CHO этанол. COH бұл карбон қышқылдары. Бұл жерде карбоксил тобы бар. Органикалық қосылыс класы карбон қышқылдары. Формуласы LCOOH. Так, CH3 COOH. Бұл бізде сірке қышқылы. Келесі тапсырма: органикалық химияда гомологиялық айырмашылық қалай аталады? Так, химия гомологиялық айырмашылық бұл гомологтық айырма деп аталады. Яғни гомологтық айырым дегеніміз ол CH2 тобына айырылу. Немесе метилен тобы деп атайды. Қаныққан көмірсутектердің жалпы формуласы CnH2n плюс 2. Бұл біздерге алкандарға тән. Алкандар. Ан жалауы жалғанады. Метанның гомологтарын белгілеңіз. Яғни
метан бізде CH4 болатын болса, CH4 осыған CH2, CH2 тобына айырылатын. Ол бізде C6H14, C2H4 жатпайды, C2H6 жатады, C2H2 жатпайды, C5H8 жатпайды, C3H6 жатпайды, C3H8 пропан. Келесі тапсырма қандай заттар изомер деп аталады? Құрамы бірдей, құрылысы мен химиялық қасиеттері әртүрлі заттар. Келесі тапсырма пентанның 3 изомерін жасаңыз және оларға атау беріңіз. Бірінші CH3, CH2, 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 CH3. Бұл бізде пентан, нормаль пентан. Екінші CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Так, 2 метил, ұзын тізбекте 5 көміртек, 4 көміртек, бутан. Үшінші изомері CH3, 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 2 диметил пропан. Келесі тапсырма қаныққан көмірсутектердің молекулалық формуласын табыңыз, егер оның ауадағы тығыздығы 2,48, көміртектің массалық үлесі 83,3% болатын болса. Бірінші заттың молярлық массасын тауып алайық. М зат тең Д ауаны, ауа бойынша тығыздығы болғандықтан осыған көтеміз. М ауаға 2,48-ді көбейтеміз 29-ға. Сонда болады 72 грамм бөлінген моль. Яғни біздің табатын затымыз осы 72 грамм моль болу керек МР. Ары қарай CN H2N алкандардың жалпы формуласы плюс 2. Осы жерден N-ді табамыз. Сол кезде так 12N қосылған 1 жақшаның ішіне 2N плюс 2 тең болады 72. Есеп шығарамыз. 14N қосылған 2 тең 72. 14N тең 72 азайтылған 2. 70 қой. Немесе бірден 70 деп қойсаңыздар. 70 N тең 70 бөлінген 14 N тең 5-ке. Сонда формуламыз біздің C5H12 болып тұр. MR C5H12 тең пентанның 12 көбейтілген 5 қосылған 12 72. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Сұрақтар болса комментарий бөліміне жазыңыздар.